Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Сонымен сіздермен бүгін қызанақ өз шырынында дайындайтын боламыз. Қызға дайындық, видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отырыңыздар. Сонымен бізге керегі тек қана қызанақ болады. Бұның ірі піскенін шегіп сок жасайтын боламыз. Орташасын, шағындауын кішкене бөлшектеп қабығын алып, ішіне бүтіндей салып отыратын боламыз. Міне осылай турап қазан салып қайнататын боламыз. Ал мынаны крестик қылып осылай бөліп, суға 1 минутқа қайнаған суға саламыз. 1 минуттан кейін қайтып алатын боламыз. Мұздай суға салып қоямыз кішкене суығанша. Осылай жылдам алу керек. 1 минуттан артық ұстауға болмайды, езіліп кетеді қызанақ. Аз-аздан салып алсаңыздар да болады. Мен осыны 2-ге бөліп алдым. Сосын суығаннан кейін қабығымен түбін кішкене тазалап, осылай градусқа дайындап қоятын боламыз. Міне біз барлығын тазалап, дайындап қойдық. Енді қазандағы қызанақты көреміз. Бұл әлі енді қайнап жатыр. Бұның жұмсақтау болғаны жақсы болады. Елігі күштен жақсы өтетін болады. Міне жақсы қайнады. Енді бұны алып, кішкене суытып алатын боламыз. Суығаннан кейін блендерлейміз. Міне осылай блендерден өткіземіз. Жақсылап. Сосын бұны еліктен өткіземіз. Өткен блендерлегеннен кейін өте жылдам өтетін болады бұлда. Міне осылай соқып шығарамыз. Осы соқты отқа қайта қойып қайнататын боламыз. Үстіне жаңағы бүтін помидорымызды салып, бәрін жақсы қайнағанша отта тұратын болады. Бұның кереметі кез келген тағамға қолдануға болады. Запеканкаға, томат саусы болады. Өте керемет, көп қолданылатын салат. Сөйтіп стерилизовать еткен банкілерімізге осылай бөлшектеп құйып, қақпағын жақсылап ыстық кезінде жабатын боламыз. Міне қызанақ шырыны өз шырынында дайындап біттік. Осымен дайын болды бізге. Сіздермен бірге болған Лейла. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отырыңыз.